Бізде вот хотел сұрмаға, біздің ауылда Башмаковка. Ол вообще нендей село, Ногайский село ма, татарский село ма? Бізде вообще халық не тұрады да, ноғайлар ма или татарлар ма? Бізде ноғайлар тұрады. Біздің вообще барсымызда ноғайлар еме? Барымызда ноғайлар, Ногайцы. Потому что татарлар деп айтылады енді ол. Потому что бізде родной язык считается татарский. Ол енді әуел-әуелден біз оқыдық, например, чисто татарский. Школда? Школда оқыдық, чисто татарский. И біздің алдыда оқығандар да солай оқыған. И барып, Қазанда оқып, мұнда оқытушы болды. Режи Хамид бар еді бұл уран башында. Ана баратқанда, сол Режи Хамидтің қатыны Мәғрибә апай еді. Ол, мына мынерде Зайнәб апай деген, Фатима апай деген бар да Қазаннан татарша оқып, шуннан бүтін китаплар татарша мұнда келеді екен еді. Біз қыры татаршадан оқыдық. На қазір меға очень даже хорошо, қашан мен іштеп Қазан тілі. Бізде как родной язык дейді. Ауызымызға шайнап саладан елді. Потому что біз нагайцы уақытта. Нуғаша сөйлейміз. Родной язык татарша. Үйретәділер школда? Үйретәділер, құры татарша іздейдік. Нагайский язык жоқ еді. Ну, жоқ еді, школ жоқ еді. Школда жоқ еді? Жоқ. А так вообще біздің бұрынғалар, старики, ноғайлар деп үйретеді. А вот меға вот интересно болды, Улет ТВ-да болды, кладбище, Башмаковский кладбище. Онда Абдулаев Аубакар. Біздің қайнатамыз. Да, сен қайнатан был? Қайнатан это по-русски что такое? Тесть. Тесть. Мен білдім свекр деп. А тесть ол что такое? И ол, короче, онда вот шулай алыстан кетсен, тарақ тамға тұры онда. Тарақ, олардығы тарақ. Алыстан көрінеді прям тарақ. Ол, значит, какой-то род, да, ол бар анау күнгі берді ғой қағыз. Да. Помнишь? Да. Сонда біздікі қазаяқ. Біздікі де бар онда. Біздікі мына былай и точка. Қазаяқ. Қаздың аяғын ешіп тұрады, басып. И самый башында точка. Ол именно мен нашел Тоқтар атан поколениясында қабыл беру. Шун роды, короче. Да. Анау Абдулаев Аубакардың роды шул тарақ тамға еме оларда? Тарақ болды. Оны кіліп алды Гүзел. Онда кеттігі біздің әдебақлар, затлар. Онда барында да тарақ жасалған бізде. Бітірі зат, любой затқа да кателдің қапқашыларына тарақ деп тамға жасалынады. Ну, ондай тамға, шундай род, ондай затлар татарларда жоқ қой, енді ол қырбыздан ноғайларда бар ғой? По-моему, білмеймін, енді ол қазан бетте ондай зат бар ма екен, жоқ екен айта алмаймын. Ну, шул Аубакар ол ноғай ма тоже? Да, ноғай. Вообще, ноғайлар көбіміз. Мұндағы затлар көбінше пришлылар зат. Қазандықлар. Қазандықлар. Да, олар өлілер деп айтадылар. Шуннан даже пословица да бар. Ол яқын халқы салқын яқта өскенге выносливый. Анасын Сибиряклар деп айтады ғой. Шунда айтады. Мен айтады не дейді айтпасын. Зат бұрлақты болмаңыз, қазан бұрлағындай болмаңыз деп пе? Шул. А вот миям дейсің сен еме? А біздікі әмәм дейміз? Шул вақта әйем, атам, миям. Мулам. Мулам деп айтадылар ғой. Мулам атим. Отцу мулам говорят, да? Мулам. Бұл вақта сөйтіп айтылған, анасы енді мұнда да қалада қазанылар көп. Шуннан енді олар әни деп айтқан, біздер әмәм деп айтқандар. Бірінен бірі бір кішке искажательстік бара берген словалар. А вот мега вот интересно, вот мен тоже спрашивал своих, ну, Чингиз вам, да, мархум Алимбай Кафаровлардың, мен говорю, біз татарлар ма или ноғайлар ма? Ол бұлар бізге, нет, біз татарлар түгел, біз ноғайлар. Ну, что Алимбай бабам шулай айтты, Чингиз вам шулай айтты. Ну, старшее поколение шулай всегда говорят. А вот қашан шул подмена был шықты енді, шул, чтобы халық өзінің татар... Революция ма деймейді, қашан қайсы еллар екен? Ашлық уақытында көбінше. Ашлық уақытында, ұр бұрлағындай болма деп айтадан еділер. Ұр халқы, олар ашамшақ та, и кішілді. Мен сөйтіп айтадан еді, ұр бұрлағындай болмаңыз деп. Бұл яқтың халқы ұр деп айтылады, жоғары яқ деген. Ғазиза мамам затларды алып келген ғой. Танысына, рәйселер бар ғой, рифатлар.
Абдуллаевлар. Ага. Шуларға почти қаршы нәйіліп сәй погонялысын. Мамам оларды алып келген көзат. Юлдан. Да. Кім? Роберт Риф, Роберт Риф. игзаклар еді олар. Олар после войны ашлық жаман болды ғой. Мгм. Шул вақытта уяқта қызмет болмай, шул Роберттан Рифтің әнесі екінші күйеуім келіп, анау балалар бірінші күйеуден баласыз келді ол. Ол бізге келді, оны миям алып кірген. Мгм. Мама твоя Миям, короче, да? Да, мен Ғазиза мама. Шул ол барған кімгәдір шул жерден бір қоншыларына барған, біраз дағырда екенде қайтып кетсе, бұлар отырлар екен. Ең сізінде бұл әлде отырсыз. Шунда бұл айтқан, бұлар айтқан. Біз мұна қаяға барғадар білмейбіз. Біз мұна шулай келдік, қызмет іздеп. Жоқ, аккордеонлары бар. Анау күйеуі аккордеон істейденде. Шуна оны алып келіп, шайзат беріп, онан олар біраз бізде тұрдылар. Онан оларға квартир тауып, Билал Хамза ханлардың қаршысында Абдуллаев кімдер бар ол, соларда тұрдылар. Полковник. Шунда квартирда. Анан бізде детский дом бар еді ол вақытта, двухэтажный. Астраханда первое место занимать етеден еді. Мгм. Шунда Қазанны Фатима деген директор еді. Мгм. Ол енді бізде миямине бір кішкене анау аяқ қолымыз айтқан, халли болған енді біраз. Шулай миям менен иялешкен ол. Енді ұслашқандар. Шунда айтты, мені сапа еді мынау бұдан келген. Айда мен сені өзінің жүк аяқларына әкетейін Фатимаға. Сені ішке алсын деп. Ол уақытта ол детдомда сиыр да бар еді, бүтін иген бар еді, детский дом балаларына. Мгм. Сондай үлкен жер еді ғой енді. Сонда әкетіп оны қызметке орнаштырды. Ана тамаққа енді. Мгм. Онда сиырда саудылар дет қызмет қосты енді соны ішке берділер. Селпекті алдылар, бұқты алдылар, сиырда саудылар. Сондай. Солай айтып ол аяққа басып кетті. Аннан бір землян қалықтырды. Аннан енді мына біраз қалданғаннан соң ана Роберт Қахан енді үлкен салып қойыпты. Рифін бияқта келенді. И мұнда көмілді де ол 80-нен шығып. Мгм. Ол мамай. Мені сапа еді, мені са. Ана сөйтіп, ана өмінаға иярып, мынаға иярып, ана кімнер қазір месе қайтам? Әбділхақ Төсәтейнер. Мына олар тоже сөйтіп келгендер. Осы пароходқа отырғандар, даже бір кесе қалашылар да болмаған. Мына шулай тұрып, Көшініп келгендер онда, көшініп келділер. Мұнда Зайнап апа еді олардың әнелері. Олардан туған Сәния, Әбділхақ, тағын кім өзі? Тағын, мынау затты келмейді, электрик. Ризван. Шул үш балама, дүрт баламнан еріп келіп, мұнда шул. Ну, бұлар көп ойынды оларында. Ona менің бабаларым Карповлар, тоже олар Бигалиевлар, анау Бормындар. Қайда қырсақ тояды, тоймаға зайтты, сонда ера берділер енді ол вақытта халық. Дұрсын айтсаң, Поволжье полностью татарлар. Полностью. Ну, келген приезжалар ма? Хвалыннар, на Хвалынский, Ну, да? Көшініп келгендер, которые. Yok. Прям поселок. Поволжье весь татар. Саратов. Саратов. Саратовский область. Саратов, Хвалынск. Хабалынск. Саратов переводын білесің? Саратау енді. Саратов. Қайсы татарлар білмейді, ана Қазаннан қайтып келеді. Мен Саратовты білесің переводын. Қайдан білсін енді? Әл барма жоқ бада білмейлер не уақытта наданшылық. А бізде вот зәка татарлары деп жазылар енді. Зәка вот бізде вот. Ол енді сыңнан болды. А вообще татар деген заты олар бұлғарлар вообще. Бұлғария оларда заты. Родина, древняя родина. Екеуге бөлініп кеткендер. Болгария, Румын, ана бітті, Европада ма? Европада. А бұлар мұнда қалған. Бұлар мұсылмансыз алдылар. Бұларды зайттан айлақ, мұна қазір мұна айтадылар, нагайцы деп поезда келдік біз. Нагайцылар мұнда келіп, балалары выступать етпей келділер. А олар мұна Кавказдан. Да. Они нагайцы тоже. Ну, біздің халықтың оғайлары, олар от Крыма тұрғандар, до Сибири. Ну, бізде кочевниклар ғой енді? Кочевниклар. Енді ол мұна айтам ғой, бар адамна оседлый жизнь болғанда, қайда яқшы, сонда енді двигались. Қайда қырсағын тояды. Культурада көрсетті ғой, нагабайты бар. Нагайбаки.
Сибирьде. Да, крещенный дадылар. Ноғайлар, крещенный ноғайлар. Қазанды тыңлап отырдым мен татарлар дегенде. Татарлар деген передача еді. Әдилелерде. Қайсы қалада ғана жоқ. Татарлар. Ол Санкт-Петербург, ол Нью-Йорктағы татарлар үстінде. Нью-Йорктағылар да бар. Нью-Йоркта да бар. Міне біздікілер енді мына шулар. Қазір енді айтады ғой, жан тартпаса да қан тартады дейді. Мына біздің шул нәсілдерден, Жанбек менің нәсілімнен, например, Тоқтар атаның нәсілінен, затта Саполовкада бар ғой біздің туғандарымыз. Архия деген. Архия французасы менімен бір дейді. Даже день рождениеміз 2 дня только арамыз. Олар да Сашы Архияттан. Сашы, білем. 90 туылды. Ол мына Ғарифа маманина келіп, біз жиылыштық. Тоқтарлар, Мұхтарлар. Жанбеклардан кіші болмады, Мұхтарлардан кіші болды ма, сондай лезім сәулем бар еді. Солай тұрып, келіп, мұнда иялашып қалғанlar. Бір етесің. Қалай? Мына сен қазір, например, иләм тұрсын Растаповкадан. Мына саны бер солай тұрып. Сондай каждый өзінің затында ауылы зат етеді. Қайсы нағай. Ол зат көрсеттілер онда. Анан Қызанды да көрсеттілер анау уақытта. Растаповка бетін оғайларын көрсетті, туйларын көрсетті, обычайларын көрсетті сондай. Вот, Қадим, короче, мұнда келген біздің ауылға шул Тоқтар бабан, Мұхтар и Жанбек, ме? Жанбек. Олар мұнда әсерлі болып қалдылар. Үшлемеге келгендерді назар бұлды, ме? Да. Тоқтар бабаннан туған еді, зат. Карим, Ғазиза, Хаким. Хаким бай болғандар енді. Вот, шәуі ме? Вот, миемнен туған Каримнен туған Бишауи ме? Бишау. Кімдерді айттым мен? Ғарифа маман, Дәулет бабан, аннан Назифа маман, Исмағилдің әмәсі Нірби маман, анасы мына Мәриям маман, Джафар заттың қатыны. Қазір ол живой ғой енді әлі. Джафаров, кім бесен ол? И мына урам бойынша бар ғой, главный урамда. Джафаров. Ришат. Танисың ма? Мына шуның әмәсі и Гүлзифа мамам бар еді, ол мәрхум болды. Вот 6 ауыл бар. 5 қыз, бір бала. Шуннан туған, енді Ғарифа маманнан туған Рафиқ, Фатих бабам, Фатих, Халиқ, Зубейде, Захида. Ondan 5 туған. Бұлай солай болды ма? Аннан оның барысын айтып берсең көбейін ол. Ну да, енді бұтам Ғазиза маманнан сіз 4 тауыңыз болғансыз. Ну да, бізден 4 болсақ та енді әпчатар бабан енді сол первый кеуінен ол. Мынау енді біз 3 барды зат болған. А сен әтін есіміншік? Кафаров ема? Кафаров еді ма сен әтін? Кафаров Да, тұрық? Кафаров. А есіміншік? Білмедім, есімі Исхақ. Кафаров Исхақ. Кафаров. Олар тоже 3 болған. Исхақ, Хайбулла, Исхақ и... Үшінші кім еді? Хайбулла, Исхақ, Миннағали. Олар 3 еркек бала болған. Поколение тармақлар енді. Сіз үшеуіңіз болғансыз. Сен самы кішкентай ме? Мен самый кішкенесі. Миямда 4 болған, бір ұл, әпсетер сіздің өтіңіз, и біз 3 қыз болғанымыз. Кім о есімдері? Бізде енді... Видеоға штоп. Мінифе үлкен қызы. Ол затлар ема? Леронар, шул қақанлар, Дания қақанлар? Мінері кімден? Зат, Мінифеттен... Мінифеттен, Гүлбустантеттен, и мен. Мінифеден туған Ғалим.
Ул Аталынский атлар эме? Аха, Нурия. Нурия. Нәҗия диyorlar. Шәһидләр. Мгм. Нәҗия үлде, Галим үлде, Нурия живая. Мгм. Вот. Анан бу заттан туган име? Исхактын кызларынан туган идек. Мгм, да. Мөнифәтәтен заты бу. Гөлбустаннан туган. Хәзер әйтәм. Гөлбустаннан туган. Гаппас, Мәдинә хан, Гөлнура, Ну, Билаловлар, короче. Билаловлар. Гөлнура, аха, Билаловлар. Шәу идеме өзі бар? Антып бетерәм. Шәвиді кішілеу бар. Мен шул однаша тим. Шәу. Шул Леронға Мәдинә хан. Дания, Альфия, Рәвия. Улардың балалары. Шулардың балалары да. Аха. Ну, менің поколением деймін еді. Да. Мәдинә хан. Анау, который Нурия тәм. Ол кімдің қызы? Ул өлкән тәтәм кызы Мәйфәтәтәндеке. Нурия, Галим, суга батып үлде Галим. Нурия, Нәҗия. Улар ике кыз, бер ул. Улардан калып китте Нурия. Нәҗия тоже үлеп китте. Вот. Тагын кем үзе? Ана списогына кемди язды? Исеме төшер. Біреуді жазбадым мұнда қыры. И Хакимнан кім? Хаким бабаннан туган бірінші хатыннан туган кім ул тоже үлеп китте. Рәстәм, Бикиев Рәстәм. Рәстәм Хахан. Аннан туды Әдһәм икенче хатыннан. И Үрәзәле туды. Тулар их там трое. Пока башка юк шикелле. Уларда кызлар юк. Шул Каримнан и Хакимнан уларда фамилиялар Бикиевлар калган эмек. Аха, уларда Бикиев булып калган. Ул инде Бики Туктар булып йөргән. Шуның өчен Бикиевлар булып йөрләр белсеңме? Туктар ул Бики булганмы? Не понял. Ну инде кушымтасы булгандыр дип мин уйлыйм. Бики Туктар булып йөргән. Хаш Туктар, Бики Туктар дип ничектер фамилиясе булмаган иши. Понял. Мен